Сіз түн ортасында оянып ұйықтай алмай, таңертең көңіл күйіңіз болмай шаршап тұрсаңыз, немесе ешқайда барғыңыз келмей, ешкімді көргіңіз келмесе, ол депрессияның жасырын белгілері. Депрессия бірден байқала бермейді. Мені көп пациенттерім қателік жасайды. Доктор, мен ұйықтай алмай жүрмін, маған ұйықтататын дәрі беріңізші. Немесе, мен 2-3 айдан бері ұйықтататын дәрі ішіп жүрмін. Ал енді қазір ол түк көмектеспейді. Жақсы ұйықтататын дәрі беріңізші дейді. Бұл қателік. Көп жағдайда ұйқысыздық ол депрессияның белгісі. Егер сізде ұйқысыздық, көңіл күйіңіз болмаса, бетіңіз нашарласа, және де себепсіз басыңыз ауырып, іш құрылысыңыз, беліңіз, арқаңыз ауырса, ол депрессияның жасырын белгілері. Егер осы белгілер болса, неврологқа немесе психотерапевтке ертерек келіп ем алыңыздар. Парақшама тіркеліп лайк басыңыздар. Комментарийге жазыңыз. Сізде ұйқысыздық болады ма? Болса, ұйықтау үшін не ішесіз?